Бүгін біз операторлық әдісті жалғастырамыз. Алдыңғы жолы операторлық әдіспен катушкасы бар схеманы айтып өткенбіз. Бүгін операторлық әдіспен конденсатор бар схемада жұмыс жасаймыз. Бұл сұлба бізде бірінші реттік болып табылады, себебі схемада бір ғана реактив элемент бар. Ол бізде конденсатор. Схемамыз кішкене күрделі, себебі бұл жерде екі контур қарастырылған. Мынандай схема берілген кезде әдеттегідей исходной данный берілген жазып аламыз. Ары қарай кілттің күйіне қараймыз. Кілтіміз ашық тұр, яғни коммутацияға дейін қорек көзінен кілт ажыратылып, кілт көмегімен қорек көзінен тізбек ажыратылып жатыр, яғни конденсаторда ешқандай кернеу жоқ. Ең бірінші бастапқы тәуелді шартты анықтаймыз. Бастапқы тәуелді шартта УЦ 0- тең болады 0. Яғни кілтіміз ашық болғандықтан тізбектің бойында ешқандай кернеу болмайды. Екінші, коммутациядан кейінгі схеманы саламыз. Коммутациядан кейін кілтіміз тұйықталады, ешқандай элемент қосылмайды, жай ғана кілт тұйықталады, солмен бізде тізбегіміз өз қалпында қалады. Бұл жердегі салып жатқан схемамыз, мынау бізде берілгенде түпнұсқа болатын болса, біз қазір операторлық әдісте оның кескінін салып аламыз. Кескінді салған кезде актив кедергілердің маңайында актив кедергі өзгермейді, сол қалпы салынады. Конденсатордың қасында қосымша электр қозғаушы күш пайда болады. Пайда болған электр қозғаушы күштің бағытын осы конденсатордың бойымен жүретін тоққа қарама-қарсы қоямыз. Кедергілерді R1, R2 дейміз. Конденсаторды мұнда С деп белгілеген болсақ, түпнұсқада кескінде 1 бөлінген ПЦ деп көрсетеміз, ал қосымша электр қозғаушы күшті УЦ 0 бөлінген П деп көрсетеміз. Мына тұрған қосымша электр қозғаушы күштің белгіленуі. Кірістегі кернеу түпнұсқада У болса, кескінде У бөлінген П болады. Енді бізде берілгені бойынша УЦ-ны табу керек. Операторлық әдісте мына тұрған түпнұсқаны анықтау үшін біз бірінші УЦ-ның кескінін тауып аламыз. Содан кейін кері түрлендіру көмегімен жаңағы кескіннен түпнұсқаға ауысамыз. Мынау түпнұсқа УЦ-ны, оны анықтау үшін біз бірінші УЦ-ны тауып аламыз. Яғни конденсатордағы кернеудің кескінін тауып аламыз. УЦ-ны табу үшін тұрақты формула бар. Бұл формула бізде ешқандай мына схеманың жалғану түріне, конденсатордың тұрған орнына байланысты емес. Бұл қалыпты жаттап алатын формула. Яғни УЦ-ны табу үшін бізге ИЦ көбейтілген 1 бөлінген ПЦ қосылған УЦ 0 бөлінген П керек. ИЦ деген конденсатордың бойымен жүретін тоқтың кескіні. Конденсатордың бойымен ИЦ тоғы жүреді. Оны көбейтсек 1 бөлінген ПЦ конденсатордың кедергісіне бізде кернеу пайда болады. УЦ 0 бөлінген П деген конденсатордың қасындағы электр қозғаушы күш. Енді осы жерден УЦ кескінін табу үшін біз ИЦ деген конденсатордың бойымен жүретін тоқтың кескінін табуымыз керек. Келесі біздің тапсырма ИЦ-ны анықтау. Осыны анықтап аламыз да, мына жерге келіп қоямыз, сонда бізде УЦ шығады. Енді ИЦ-ны табу үшін мына формуланы жаз қойдым. ИЦ тең болады I1-1 атпы алынған I2-2 атпы. Мұнда I1-1 атпы деген бірінші контурдың тоғы, I2-2 атпы деген екінші контурдың тоғы. Тойы бірді есімізге түсіретін болсақ, бұл контурлы тоқтар әдісі бойынша анықталады. Енді схемада I1-1 бірінші контурымыз міне тұр, екінші контур міне тұр. Не себептен екеуін де алып отырмын? Бірінші контурдың тоғы бізде сағат тілмен бағыттасып жүреді. Екінші контурдың тоғы тоже өзінің контурында сағат тілмен бағыттасып жүреді. Бұл бағытты біз шарт бойынша қоямыз. Бұл ешқандай ереже емес. Біз өзіміз білеміз. Сағат тіліне қарсы қоямыз ба, бағыттас қоямыз ба? Есепті шығару кезінде бізде есеп шығару ыңғайлы болу, өзімізге ыңғайлы болу үшін әдетте контурдың тоқтарын сағат тілмен бағыттаса алады. Енді ИЦ-ны қараймыз. ИЦ қайсы контурға тәуелді қараймыз. ИЦ бізде мына түйіннен мына түйінге дейінгі аралықтағы тармақта жүреді. Бұл тармақ бізде бірінші контурға да тәуелді, екінші контурға тәуелді. Сондықтан ИЦ-ны тапқанда біз бірінші контурдың да тоғын ескереміз, екінікін де ескереміз. Екеуін де жазып алдым. Енді таңбаларына назар аударамыз. Неге? 2-2 атпының алды минус тұр. Енді мына контурдың тоғын, нөрі тұрған ИЦ атпының тоғын
бағытын бірінші контурмен салыстырамыз. Бұл бағытты итсатпының бойымен, конденсатордың бойымен жүретін итсатпы тоғының бағытын екінші контурмен салыстырамыз. Бірінші контурмен бағыттас, сондықтан i1-1-дің алды плюс боп тұр. Екінші контурдың тоғымен қарама қарсы, сондықтан минус боп тұр. Осылайша біз итсатпының формуласын жазып алдық. Енді мына формулада бізде екі белгісіз пайда болды. i1-1 атпы деген не? 2-2 атпы дегенде біз білмейміз. Қазір соны қалай анықтау керек, ары қарай қарастырып өтеміз. Енді контурлы тоқтар әдісінде біз контурдың тоқтарын анықтау үшін теңдеулер жүйесін құруымыз керек. Мына жерде тура солай теңдеулер жүйесін құрып шығамыз. Контурлы тоқтың әдісін еске түсіретін болсақ, онда мысалы мында екі белгісіз болса, бізде теңдеулер екі тоғымыз белгісіз. Значит, теңдеулер жүйемізде екі теңдеу ғана болады. Мынау бірінші теңдеу, мынау екінші теңдеу. Бірінші теңдеуіміз бірінші контурдікі, екінші теңдеуіміз екінші контурдікі. Бірінші контурдың теңдеуін құру үшін біз оның негізгі тоғын жазып аламыз. Бірінші контурдың тоғын i1-1 атпы дегенбіз, оның алды әрқашан плюс болады. Оны көбейтеміз. Бірінші контурдағы барлық кедергілерге онда екі ақ кедергі бар. R1 қосылған 1 бөлінген p-сы, басқа кедергі жоқ. Енді екінші контурмен салыстырамыз. Екінші контурды i2-2 деп көрсетеміз. Екінші контурдың тоғы, оның алдына әрқашан минус қоямыз, салыстырып отырған контурдың алдына минус қоямыз. Бұл не себепте минус болғанын тоя бірде біз айтып өткенбіз. Екінші контурмен салыстырып жатырмыз. Бірінші контурмен екінші контурға ортақ кедергісіне көбейтеміз. Сонда i2-2 атпы көбейту 1 бөлінген p-сы. Сонда бірінші қосымша, мына қосылғышымыз бірінші контур i1-1 атпының осы контурдағы кедергілердің қосындысына көбейтіндісі. Ары қарай i2-2 атпымен салыстырамыз, қай кедергі арқылы байланысты тұр екінші контурмен, соған көбейту арқылы. 2-2 атпы көбейту 1 бөлінген p-сы. Теңестіреміз. Бізде негізі электр қозғаушы күшке теңестіретінбіз. Бұл жағдайда электр қозғаушы күшіміз бірінші контурда U-0 бөлінген P, ол сағат тіліне қарама қарсы жерге оны жазамыз. U-0 бөлінген P. Сонымен қатар бірінші контурда электр қозғаушы күштен бөлек кірістегі кернеу бар. Кірістегі кернеуіміздің бағыты сағат тіліне қарама қарсы болып тұр. Мына жерде қарайтын болсақ, теңдіктің оң жағында электр қозғаушы күштер тұру керек, сол жағында кернеулер тұру керек. Мына екі кернеу бар. Мына кірістегі кернеу негізі сол жағында минус U бөлінген P деп тұрған. Мен оны оң жаққа апарып тастадым. Ол плюспен барды. Сонда теңдіктің оң жағында U бөлінген P минус U-0 бөлінген P қалады. Енді екінші теңдеуіміз екінші контурға негізделген. Қарайтын болсақ, бірінші теңдеуде i1-1-дің асына екінші теңдеудегі i1-1-ді жазамыз. Яғни мынау бізде баған болып саналып кетеді. Бағанымызда i1-1-дің асында i1-1 тұру керек, 2-2-ның асында 2-2 тұру керек. Сондай матрица құрған кезде қателеспеу үшін осылай жазып аламыз. Енді екінші теңдеуімізде i2-2 тұрған 2-2-ні бірінші жазбаймыз. Міне бірінші теңдеуде 2-2 қайда тұр? Тура соның асына 2-2 плюс дейміз, көбейтеміз екінші контурдағы барлық кедергілердің қосындысына. 1 бөлінген p-сы плюс r2 болды. Енді бірінші контурмен салыстырамыз. i1-1 мен оның алдына минус қоямыз. Қандай ортақ кедергі бар, соған көбейтеміз. Мына бірінші контурдың тоғын. Сонда бізде теңдіктің сол жағына бәрін жаз қойдық. Енді оң жағына контурымыздың екінші контурымызда бір электр қозғаушы күш бар. Соны жазамыз. U-0 бөлінген P деп. Сонымен оның бағытын екінші контурмен салыстырамыз. Бағыттас, алды плюс болады. Тең болады 0 деп қойдым. Не себептен? U-0 бөлінген P-ны 0-ға теңестірдім. Енді қарайық. Егер біздің есебімізде бастапқы тәуелсіз шартымыз 0 болатын болса, дәл қазір бізде бастапқы тәуелсіз шартымыз 0 болған осы есепте. Біз білеміз, коммутация заңы бойынша U-0 минус ол тең болады U-0-ға.
яғни коммутацияға дейінгі конденсатордағы кернеуіміз коммутация кезіндегі конденсатордағы кернеуге тең. Ал мына схемаға қарайтын болсақ, қосымша электр қозғаушы күшіміз конденсатордағы коммутация кезіндегі кернеуді p-ға бөліп тұр. Коммутация кезіндегі кернеуіміз 0-ға тең болса, 0-ды p-ға бөліп жасақ 0 шығады, онда мына электр қозғаушы күшті есеп шығару барысында ескермей ақ қоюға болады. Сол себептен біз бастапқы тәуелді шартқа назар аударамыз. Егер бастапқы тәуелді шартымыз 0 болатын болса, катушка үшін IL 0-0-ға тең болып тұрса, онда катушканың қасындағы электр қозғаушы күшті ескермейміз есеп шығару кезінде. Конденсатор үшін оның кернеуі бастапқы тәуелді шартта 0 болса, онда мына тұрған қосымша электр қозғаушы күшті ескермейміз. Сол себептен мен есебімді ыңғайлы болу үшін ары қарай ұтысы 0 бөлінген p деген қосымша міне тұрған өрнекті ешқай жерде қолданбаймын, себебі ол 0-ға тең. Мына жерде тоже қолданбаймын, себебі ол 0-ға тең. Сонда менде кішкене болсын өрнегім ықшамдалып қалады. Енді ары қарай мен іздеп отырған I1-1 атпы мен I2-2 атпының формуласын жазып аламын. I1-1 атпы ол дельта 1-1 бөлінген дельта, I2-2 атпы дельта 2-2 бөлінген дельта. Енді келесі менің тапсырмам дельта 1, дельта 2, дельтаны қалай анықтаймын? Оны анықтау үшін матрица құрамыз. Назар аударсаңдар, мұнда мен өрнекпен ғана жұмыс жасап жатырмын. Берілгендегі кедергілердің, кернеудің сан мәндерін бұл жерде қоймаймыз. Өзімізге есеп шығару барысында ыңғайлы болу үшін, шатаспау үшін біз ең бірінші өрнекпен жұмыс жасап аламыз. Содан кейін барып, кескіннен түпнұсқаға ауысқан кезде ғана сан мәндерді қоя бастаймыз. Әзірге осылай өрнекпен жұмыс жасаймыз. Дельтаны табамыз. Дельтаны табу үшін біз матрицада мөнер тұрған теңдеулер жүйесін бірінші бағанды I1-1-дің бағаны деп қараймыз, екінші бағанды I2-2-ның бағаны деп қараймыз да, солардың коэффициенттерін қойып шығамыз. Мына теңдеулер жүйесінде коэффициент ретінде мөнер кедергілердің жақшалары, кедергілер қолданылады. Сонда бірінші жолымыз, бірінші өрнектікі. Сонда жазамыз I1-1-дің коэффициенті R1 қосылған 1 бөлінген p-сы жазып алдым. I2-2-ның коэффициенті 1 бөлінген p-сы жазып алдым. Алындағы минусын ескеремін. Екінші жол, екінші теңдеудікі. Екінші теңдеуде I1-1 атпының коэффициенті минус 1 бөлінген p-сы. I1-1-дің астына жазам. Минус 1 бөлінген p-сы. I2-2-ның коэффициенті нәрі тұрған жақша. Оны I2-2-ның бағанына жазамын. Осындай реттілік міндет түрде сақталу керек. Егер біз реттілікті бұзып алсақ, мына дельтада онда есебіміз шықпайды. Енді мұнда біз диагональдарды көбейту арқылы матрицаны шешіп аламыз. Мына диагональ плюспен кетеді, мына диагональ минуспен кетеді. Сонда мына екі жақшаны міне көбейттім, минус дедім, мына екі санды көбейттім, 2 минус плюс болып кетеді. Ереже бойынша екінші диагональдың өз минусы бар, ол қалады. 1 бөлінген p квадрат с квадрат. Содан кейін жақшаны ашамыз. Мен жақшаны ашып алдым. Ықшамдалатын бөліктерін ықшамдап тастадым. Ортақ бөлімге келтірдім. p-сы міне ортақ бөлімге. И менде мынандай бір толыққанды өрнек пайда болды. Осындай дельтаны ашқан кезде біз міндет түрде ықшамдап тастаймыз. Ортақ бөлім болса келтіріп тастаймыз. Ешқандай мына жерде қосымша алымында 1 бөлінген p-сы деп алымында өзінде жеке бір ортақ бөлім жүрмеу керек. Барлығын бір алымы, бір бөлімі бар өрнекке міндет түрде келтіріп аламыз. Ықшамдалатын тұстарын ықшамдап тастаймыз. Енді біз мына өрнектің нөр тұрған теңдеулер жүйесінің теңдіктің сол жағындағы шамалардың бәрін дельтаға апарып қойып тастадық, ал оң жағындағы шаманы b деп жеке қазір біз дельта 1, дельта 2-ні тапқан кезде қолданатын бағанға қойып тастаймыз. Біріншісінікі u бөлінген p, екіншіде 0 болған. Енді ары қарай біз дельта 1 мен дельта 2-ні табамыз. Енді дельта 1-1-ді тапқанда, бағанағы дельтаның бірінші бағанын алып тастаймыз да, орнына теңдіктің оң жағында қосымша жаз қойған бағанымызды апарып қоямыз. U бөлінген p 0. Қайтадан диагональ бойынша көбейтіп, мынандай өрнек аламыз. Дельта 2-2-де дельтаның матрицасын көшіріп әкеп аламыз. Уже екінші бағанын алып тастаймыз да, орнына мына тұрған теңдіктің оң жағындағы кернеулерді әкеліп қоямыз. Жаңағы b деп көрсетіп қойған бағанды.
алынды. Сон тағы да диагональ бойынша көбейтеміз, сонда мынандай өрнек пайда болды. Енді осы дельталар арқылы біз и бірді бір, екіді екіні табамыз. И бірді бір, дельта бірді бір бөлінген дельта. Мына жерде міне дельта бірді бір менде бар. Міне жазып қойдым. Оны бөлдім дельтаға. Бағана дельтаны тауып алғанбыз. Соны әкелдім. Мен сразу екі жұмыс жасамай бөлген кезде бізде бөлшекке төңкеріліп көбейту, и ана дейміз, ана өрнегіміз, бөлшегіміз төңкеріліп келеді. Мен сразу көбейту, и өрнекті кері төңкеріп әкеліп мына жерде қойдым. Мынау деген дельта бірді бір бөлінген дельтаға. Осы жерде ПЦ-лар мына жерде қысқаратын тұстарын қысқарттым, и бір алымы, бір бөлімі бар, мынандай өрнекке ықшамдап қойдым. И 2-де 2 атпыны таптың. Ол дельта 2-де 2 бөлінген дельта. Дельта 2-де 2-ні әкелдім. Дельтаны бөлу қып алып келдім де, бірақ оны бөлшекті аударып, алымы бөлімін орындарына ауыстырып көбейту ретінде жаздым. Мектеп курсынан оны біз бәріміз білеміз. Тағы да ықшамдап тастадым. 2-де 2 атпыны таптым. Енді менің итс атпы. Вообще, мына дельталарды не үшін іздеп отырмыз? Олар итс атпыны табу үшін іздеп отырмыз. Итс атпының формуласы бағана мен жазып өткем. Мұнда тағы да жаздым. И бірді бір атпы минус 2-де 2 атпы. Мүнері жазған өрнектеріміздің бәріне мүжерге келіп қойдым. Олар қысқар кетті. Сонда менде өсіп қойып, ықшамдап, жаңағы итс атпыны тауып аламыз. Сонда менде мына жерде итс атпыны, міне, олар қысқар кетті, алымын қалды, екеуінің бөлімі ортақ, бөлімді жаздым. Сонда соның өзінде тағы да ықшамдалатын тұстары бар. Міне мынапы мен мынапы қысқар кетті. Сонда менде алымында ОР2 бөлімінде міне тұрған жақша ғана қалды. Енді итс атпыны не үшін мен тауып отырмын? Вообще менде есептің басында утс атпыны табуым керек болған. Міне утс атпының формуласын қайтадан жазып алдым. Сол жердегі итс атпыны өрнектеп мен тауып алдым. Мына жердегі утсы 0 бөлінген пының 0 екенін білем. Сол себептен қазір есеп шығарғанда бұл бөлікті алып тастаймын. Бастап тәуе шартым 0 болса, міне қосымша электр қозғаушы күш болмайды. Енді мына итс атпының орнына жаңағы тауып алған өрнекті әкеліп қойдым. Көбейтемін мына формуладағы бір бөлінген ПЦ-ға. Мына жерде міне С мен С қысқар кетті. Сонда менде алымында УР2 ғана қалды, бөлімінде мінері П бар, еще мінері тұрған жақшамыз бар. Осылай мен утс атпының өрнегін жазып алдым. Енді ары қарай біртіндеп қазір уже мынау кескіннен түпнұсқаға ауыса саламыз. Кескіннен түпнұсқаға ауыспас бұрын біз сипаттық теңдеудің түбірін тауып алуымыз керек. Ол үшін мінері тұрған алымын, утс атпының алымын F бір атпы деп белгілеймін. Бөлімін қараймын. Егер бөлімінде мінері тұрған жақша және жақшаның сыртында П тұрса, онда мінері тұрған жақшаны F3 атпы деп көрсетем. И П-ны жақшаның сыртында қалдыр қоям. Сонда менде F3 атпы мінері тұрған жақша. Егер мына бөлімінде жақшаның сыртында П болмаса, онда оны F2 атпы деп көрсетеміз. Ал егер бөлімде жақшаның сыртында П тұрса, мінері тұрған жақшаны F3 атпы дейміз. Енді бөлімін жеке 0-ға теңестіремін. Бөлімін 0-ға теңестіргенде менде екі түрлі вариант бар. Бірінші, либо жақшаның сыртындағы П 0-ға тең болу керек, немесе мінері тұрған жақша 0-ға тең болу керек. Сонда менде теңдеулерде сипаттық теңдеудің екі түбірі бар. Бірінші түбірі П тең 0, екінші түбірі мінері тұрған жақша. Мына жақшаны жеке жазып алдым. Сан мәндерін қойдым. Берілгеннен алып, сонда менде П минус 833 шықты. Екі түрлі не бар менде? Сипаттық теңдеудің түбірі бар. Енді сипаттық теңдеудің түбірін тауып болғаннан кейін қас кескіннен түпнұсқаға ауысып жауабын жазсаламыз. Енді мен F3 деген жаңағы формулада F3 атпы деген шамасы бар формуланы қолданам. Себебі менде жақша тұрды, бөлімінде жақша тұрды, оның сыртында П тұрды. Сондықтан формулада менде F3 деген
шамасы бар кері ауысу формуласын таңдап аламын. Екі формула бар негізі. Лапластың кері түрлендіруі. Біреуінде F2 деп тұрады, біреуінде F3 деп тұрады формулада. F2 деген егер жаңағы кескінде бөлшек жаңағы бөлімінде жақшан сыртында P болмаса, F2 деген несі бар, F2 аты P-сы бар формуланы қолданасыңдар. Ал егер жақшан сыртында P-сы тұрса бөлімінде, онда F3 дегені бар формуланы қолданамыз. Мен жағдайымда ұтсаттың табу үшін мынандай кері түрлендіру формуласын қолданам. Сонда F1-де бағана алымын алғамыз, F3-де бөлімін алғамыз. Енді ұтсатта F1, мына жерде бағанағы менің теңдеуімде F1 ретінде мінері жазылған. Қазір жерге тағы бір жаз қойын. F1 ат P дегеніміз ол U көбейту R2 болған. Ал F3 ат P дегеніміз ол P көбейтілген жақшаның ішінде R1 қосылған R1 R2 P-сы қосылған R2 деген болған. Енді F1 ат 0 деп тұр. Яғни F1-де P болатын болса, оның орнына 0 қоясың деген сөз. Менде F1-де ешқандай P жоқ. Сондықтан мен берілген мәндерді қоя салам. U-дің орнына 220, R2-ның орнына 30-ды қойдым. Бөлемін. F3-ті, F3 ат 0 деп тұрса, F3-ті P-ның орнына 0 қоясын деп тұр. Енді мына жерде сұрақ туындайды. Мен мына P-ның орнына аз 0 қойып салсам, F3 0 болып қалады ғой деп. Бұл жағдайда F3 деп біз мінер жақшаны ғана алып отырмыз. F3 ат P деп. Мынаны ескермейміз. Егер жақшан сыртында P болса бөлімінде, сонда біз мінер жақшаны F3 деп қарастырамыз. Сонда P-ның орнына 0 қойсақ, мына жерде P тұр, 0 болып кетеді. Сонда R1 мен R2 ғана қалады. Міне R1 мен R2 қосындысын жаздым. Қосылған дедім. Енді мінер жерде F1 ат P деп тұр. Яғни P-ның орнына минус 833 қой деп тұр. Біз бағана P-ны тапқамыз екінші P, минус 833 болған. Алымын қарайым, F1-де P-ның орнына минус 833 қой деп тұр. Менде ол жерден P жоқ. Өзін ғана жаза салам. Міне 220 көбейту 30 деп. Бөлімінде назар аударайық. Бөлімінде P көбейтілген F3 штрих ат P деп тұр. P деп тұрса, ол P менде минус 833 көден жаздым. P-ның орнына минус 833. F3 штрих ат P-ны қайдан аламын? Бұл F3-тен туынды тап деген сөз. Міне F3 штрих ат P дегеніміз, міне F3-тің өзін жазып алдым, одан туынды тап деп тұр. Бос сандарымыз 0-ға тең болады туындыда. Мына жерде P өзі жоғалып кетеді, мінер коэффициенттар ғана қалады. R1, R2, C ғана қалады. Бұл жерде тоже ешқандай 833 жерге қоймаймыз. R1-дің орнына 20-ны қойдым, R2-ның орнына 30-ды қойдым, C-ның орнына 100 көбейту оның минус 6 дәрежесін қойдым. Оның минус 6 дәрежесі ол микрофарад, оны фарадқа айландырып саймыз. Сөйтіп мінеру алдымда тұрған мінеру бөлшектің сан мәндерін қойып алдым. Содан кейін E-нің өзін жаза салам. P-ның орнына минус 833-ті қоям да Т дейм. Енді калькулятормен осыны есептесек, бізде мынандай өрнек пайда болады. Осы бізде жауап болып табылады. Осылайша біз операторлық әдіспен конденсатор бар болатын болса, схемада есепті осылай шығарамыз екен.